Есіл өзені Астананың қақ ортасынан өтеді. Ел аумағында жатқан бұл өзеннің ұзындығы 1400 шақырым қашықтықты алып жатыр. Жалпы судың ауқымды көлемі 2,5 мыңға жуықтайды. Кеңес кезінде картада Ишим деген атаумен тұрды. Нақты қазақша атауы Есіл. Өзен атауы ертеден бастау алады. Ғалымдардың айтуынша көне түркі тілінде Ешил деген сөз бар. Уақыт ағынымен ол сөз Есіл, кейін бұрмаланып Ишим болып кетті. Ешил сөзі көкшіл түс дегенді білдіреді. Ұқсастықты қараңыз. Астанадағы бұл өзеннің атауымен еліміздің көк байрағының түсі ұқсас болып шықты. Бұл көріністі шағын кемелер мен теплоходтармен жүзгенде көруге болады. Бас қаладағы Есіл жағасы қалалықтардың демалатын ең сүйікті орындарының бірі.